Осыдан 20 жыл бұрын небәрі 10-15 сантиметр болған көшеттер бүгінде тұрғындардың саясында демалуына жарайтындай биік ағаштарға айналған. Жасыл желектің Астана маңындағы ауданы батыс пен шығысқа қарай 130, оңтүстік пен солтүстік бағытта 115 шақырымға созылып жатыр. Жалпы ауданы Еуропадағы кей мемлекеттердің аумағына пара-пар жасыл желекті жасау идеясының авторы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Астананы көшірген сәтте қала маңы бос жатқан тақыр жер болатын. Оны орманға айналдыру бастамасына саладан хабар бар ғалымдардың да кейбірі сол кезде күмәнмен қараған екен. Оған себеп те жоқ емес. Топырақ құрамы шынында да ағаш өсіруге жарамсыз болған. Бірақ зерттеулерден соң бұл мәселенің шешімі табылады. Қалауын тапса, қарда жанат деген осы. Ол кезде де бірнеше сын болды. Бұл Астананың төңірегінде жер қолайлы емес, орман егуге, тас, құм өспейді, шықпайды деп барлығы қарсы тұрғандар көп болды. Дегенмен елорда болғаннан кейін төңірегі орман болмаса, бақ болмаса, онда қандай қызық болады? Елдер қайда шығып демалады, қайда жүреді? Сонда мінекей өмірде болмаған тарихта жаңа орман пайда болды. Міне осылайша қолға алынған істің нәтижесі. Бүгінде жасыл белдеуде сүйелді қайың, ұсақ жапырақты шегіршін, кәдімгі қарағай, көде, боз жиде, терек секілді ағаштар жайқалып тұр. Бұлардан өзге неше түрлі жидектер де бар.